Тағдырдың кейбір кездері. Аудан орталығы боп есептелетін шағын қаланың шағын ғана баспасында 14 жыл әріп теруші боп қызмет істеген жәдігердің облыстық ауруханада жатқанына міне 5 ай болды. Алғашқы кезде дос-жарандарының бірі болмаса бірі кеп, бұрын дәрігер атаулының алдын көрмеген оның көңілін көтеріп, рухын өсіріп жүруші еді. Бертін келе, мұның ауруханада жатқанына жұрт әбден үйреніп алды ма, әлде келе беруден жалықты ма, әлде ұзақ уақыт көрмеген соң адамдар бірін-бірі ұмыта ма. Соңғы 3-4 айда оны іздеп әйелінен басқа ешкім келмейтін болды. Әйелінің өзі де алғашында апта сайын, әр жұмада келетін. Жол алыс, үйде үйелмелі-сүйелмелі 3 бала бар. Сондықтан жәдігер бір жағы жүзі жадау тартқан әйелін аяп, әрі шешелері келгенше тамақ ішпей томсырайып отыратын балаларына жаны ашып, 2 айдан соң аяғына мінген ол әйеліне де жиі келе беруге рұқсат етпегенді. Олар бір палатада 5, қалған 4-дің ағайын туыстары түгел осы қалада. Оларға адамдар сапырылысып келіп жатады. Әуелгі кезде жәдігер жолдастарының аздығына, сол аз жолдастардың өзі ат ізін салмай кеткендеріне іштей қапаланып, таң атса болды, терезенің алдына біреуіне болмаса біреуіне қылқиып кеп тұратын іздеушілері мол мына 4-еуіне қызғанышпен қарайтын. Өзімен салыстырғанда олар мейлінше бақытты боп көрінетінді. Сапырылысып келіп тұратын дәл осындай ағайын туыс, дос-жарандар мол болса, онда 5 ай емес, 5 жыл бойы алаңсыз ауыра беруге болатындай көрінуші еді. Мұндағы ескі көздерден соңғы кезде өзі ғана қалды. Қалғандарының бәрі әлдеқашан шығып, орнына жаңа адамдар келді. Аурухана қабырғасы мұны әбден қажытты. Отбасын, ошаққасын сағынды. Кешке шейін көрмесе сағынып, үстінен баспахана бояуының иісі аңқыған, әкелерінің мойнына тұстан-тұс асылатын алды 11, соны 4 жасар балаларының маңдайынан бір иіскеуді аңсады. Бәлкім олар мені ұмыта бастағанда шығар дейтін ол, жарық сөніп ұйықтауға жатқанда. Балалар бәріне тез көндігіп, тез ұмытпаушы ма еді? Мен де сөйтіп едім ғой. Әке-шешем қайтыс боп, біреулер дегдомға апарып берген жылы көрпені жамылып алып, 2-3 күн бойы жыламадым ба? Кейіннен ұмытып, бәріне көндігіп, әке-шеше дегені не екеніне естен шығып кеткен жоқ па еді? Бұлар да сөйтіп ұмыта бастағанда шығарау. Жәдігердің көзіне жас келді. Өзінің өмірі жайлы, әкесіз күн кешіп жатқан балалар жайлы, үй ішінің ақшадан тапшылық көріп жатқаны жайлы ойлағысы келмеді. Бірақ оны ойламау мүмкін емес. Қиялы қай жақта шарлап кетпесін, бәрібір алдынан үй ішінің жағдайы сопиып шығады да тұрады. Бұл ауруханаға түскеннен кейін 4 айдан соң әйелі 3 баласын ертіп кепті. 2 ұл, 1 қыз. Мұны көрген кезде олар баяғы күнде көріп жүргеніндей тұстан-тұс анталап кеп мойынға асылған жоқ. Үшеуі де ұяла күлімсіреп төмен қарап тұра берді. Жәдігер кеп құшақтап беттерінен сүйгенде ғана ортаншысы мен шалдуар тентек кенже қызы көздеріне жас алды. Үнсіз жылау, басқа түскен ауыртпалықты түсінуден, соған көндігуден тұратынын жәдігер жақсы білетінді. Дегені болмаса көнбейтін, айтқаны орындалмаса таң аппақ атқанша жылаудан шаршамайтын шатақ қызы да уақытша әкесіздік, өмір мен уақыт қиындықтарына көндігіп қалған сияқты. Жәдігерге осы батты. Балаларының еркеліктен қол үзіп қалғандары, тентектіктен момындыққа ауысып келе жатқан көз жанарларындағы мойынсыну мен момақан мінез өзегін өртеді. Мамалары арқылы әбден біліп алған болулары керек. 3 баласының 3-еуі де «Пап, қашан шығасың?» деп сұрамады да. Мұның ауруханада ұзақ жатуы үй ішінің қаржыдан қысылуын үдете берді. Оның үстіне барлық кінәда өз жағында. Демалыс күні болатын. Бұлар бірнеше жігіт көрші совхозға қыдырып барып,
кәдімгідей көңіл көтерген болатын. Сол совхоздағы бір жолдастары Беларус айдайтын. Ішкілік таусылған соң бәрі 5 жігіт бір тракторға отырып алып, қырдағы магазинге барған. Лайсан болатын. Қайтып келе жатып, Беларус жолдан тайып, жанамайлап барды да бір жағына жантая кетті. Мұның 4 қабырғасы, 10 жақ бұғанасы сынды. Аш шекке 2 жерден зақым келген. Миы шайқалған деген диагнозы тағы бар. Арақ ішіп жүріп тапқан жарақат. Дәрігерлер осылай қорытынды шығарды. Қатал қорытынды. Оның 14 жылдық адал еңбегі ескерілмеді. Оның арақ атаулыны мүлде сирек ішетіні ешкімнің ойына да кірмеді. Рөлде отырғандықтан қылығы қылмыскермен пара-пар деген айып та тағыла жаздап, ісін сотқа бермей, оған үлкен жақсылық жасады. Ауруханада жатқан күндері үшін оған 1 тиында ақша төленбейтін болды. 2 қойды саттық, деді әйелі бір келгенде. Ол ләм демеді. 2 ұлдың да мектеп формасы тар боп қапты. Үлкеннің формасы тозып та қалған екен ғой. Ол ләм демеді. Денің сау болсын, деді әйелі күйеуінің жүзіне қарамауға тырысып. Жазылып шықшы әйтеуір. Үйге келген соң 2 қой қайда кетті деп жүрмесін дегенім ғой. Әйтпесе нем бар айтып. Дәрігерлер не дейді өзі? Жәдігер жағдайының жаман емес екенін, тек тігілген шегі бір рет сөгіліп, дәрігерлер қайта тіккенін, сол бітсе көп ұзамай шығатынын айтты. Құдайдың құдіреті, деді әйелі. Түсімде сенің орнына басқа біреуді алыпты. Ей, бұлар не? Жәдігер шыққалы жатыр ғой десем, баспахана бастығы бізге шегі бүтін адам керек, деп теріс айналды. Қызық екен, деді жәдігер мырс етіп. Көп ойлана берме, жақында шығамын. Бүгін дәрігерлер ұзақ кеңесіп, жәдігерді шығаратын болды. Оның қуанышы қойнына сыймады. Күйеуі үйге келетін болған соң, әйелі 2 баласына қыстық пальто алмақ боп, сақтап отырған жинақ кассасындағы өткен жолғы сатқан қойдың қалған ақшасын түгел сыпырып ап, кәдімгідей тойға дайындалды. Есік алдында 2 үйрекпен 3 тауықты да сойып тастады. Кіші қызының туған күніне рулі бар шана әпермек боп жинаған ақшаны да алдап сулап уақытша қарызға ап, күйеуін алып келу үшін таңертең жолға шықты. Әкелері келетін болған соң, балаларының ешқайсысы қабақ шытқан жоқ, қайта қуана келісті. Жәдігердің бүгін келетінін естіген көршілер мен бірге жұмыс істейтін адамдар түстен кейін ақ бұлардың ауласына жиылып, еркектер жағы кешкі сыбағаларының есебінен жәдігердің балаларына арақты таптырып алып, бастырманың астынан төтенше дастархан ұйымдастырып жатты. Қойсандаршы, ят емес пе? Деді бір әйел еркектерге зекіп. Ят емес, мамам айтқан, кісілер келсе шай бере беріңдер деген. Арақтың қайда тұрғанында көрсетіп кеткен, деді кенже қызы тақылдап. Ол шашына үлкен ақ көбелектің қанатындай әппақ бантик тағып алыпты. Кешкі сағат 5 шамасында сонау ойпаннан қылт етіп баспахананың уазигі көтерілді. Келе жатыр, солар ғой деймін, деді бір еркек бүтін қиярдан бір тістеп. Ол қызып қапты. Я, тап солар, деді баспахана бастығы машинасын бірден танығанын білдіріп. Біздің машинаның жүрісі ғой, ағызып келе жатыр. Ауладағы балалар ойындарын тоқтатып, әкелерінің алдынан шықпақ боп, оларға қарсы жүрді. Сәлден соң уазик балалардың қасына кеп тоқтады да, ішінен папасы мен мамасы түсті. Жәдігер балаларына қарай құшағын жая ұмтылды. Құлындарым, қошақандарым, қане келіндерші? Ол ең әуелі кенже қызын, ерке қызын көтермек боп тізесін бүгіп еді. Есейіп кеткендермен ісі жоқ 2 ұлы да, бірі арқасына, бірі оң иығына жабысты. Ал, мініндер, мініндер бәрін. Құлап қалмайтындай мықтап ұстандар. Ұстадыңдар ма? Деді жәдігер мәз болып. Иә, деп 3 баласының үшеуі де шу ете түсті. Ана екеуі жарайды. Саған не бар ей, еңгезердей боп, деді бұларға күлімсірей қарап тұрған жәдігердің әйелі үлкен баласына ұрысқан боп.
Жәдігер үшеуін көтеріп, орнынан тұрды да, өзіне қарсы келе жатқан көңілді топқа қарай күлімсіреп жүре берді. Сол кезде ішкі дүниесі тыз ете қалды. Лездің арасында көз алды қарауытып сала берді. Түсіндер, түсіндер деуге ғана шамасы келген ол, еңкейіп балаларын жерге түсірді де, өзі етпетінен құлады. Сол бойы тұрған жоқ. Машина жалма-жан аудандық ауруханаға қарай бет түзеді. Жәдігер жолда қайтыс болды. Тағдырдың кейбір кездері. Дулат Исабеков. Құрметті тыңдарман, қазақша арнамның дамуына қолдау көрсетіп, лүпіл мен қоңыраушаны басып тіркеліп, пікір қалдырып кетулеріңізді сұраймын. Келесі шығарылым тек қана сіздер үшін.